Сәлеметсіздер ме? Бүгін екінші бөлімді бастаймыз. 7-ші беттегі 4-ші мысалдан бастайғы. 4-ші мысалда жай ғана есепте деп тұр. 64 пен 5-тің қосындысын, 42 менен 5-тің қосындысын, 25 пен 2-нің айырмасын есепте деп тұр. Қандай да бір тапсырма берілген кезде мүмкіндігінше тиімді, ыңғайлы тәсілменен шығарғанымыз дұрыс. Және балаға да сол тәсілді көрсетіп қоятын болсақ, бала сол тәсілменен оңай шығарып кететін болады. Біріншісінде 64 пен 5-тің қосындысы. 64 пенен 5-тің қосындысы. Яғни 64-ке 5 қосу үшін, яғни бірліктермен бірлікті қосқанымыз ыңғайлы. Ал ол үшін бала 64 деген сан, ол 60 пенен 4-тің қосындысы екенін білу керек. Яғни разрядтық қосылық үшін білу керек. 60 пен 4-тің қосындысы және 5-ті. Демек біз бірлікпенен бірлікті қосып алып, сол бойынша арғарап қосуымызға болады. 4 пен 5-тің қосындысы 9, 60-ға 9 қосамыз, 69 деген сияқты. Келесі есепте 42 менен 5-тің қосындысын дәл осы тәсілменен қолдануымызға болады. 42 менен 5-тің қосындысын жазамыз. 40 қосамыз. Бірліктерді алдымен жеке қосып аламыз. 2 мен 5-тің қосындысы 7, 40 пен 7-нің қосындысы әрине 47 деген сияқты. Енді үшіншіде 25 пен 2-нің айырмасы. Дәл сол сияқты 25 пен 2-нің айырмасын табу үшін біз 20 мен 25 саны 20 мен 5-тің қосындысы екенін тауып алуымыз керек. 20 мен 5-тің қосындысы екенін тауып аламыз. Демек біз бірліктен бірлікті азайту үшін жақшаны былай алсақ болады. 5 пен 2-нің айырмасын. Демек бірліктерден бірлікті азайтамыз. Бірліктен бірлікті қай уақытта азайта аламыз? Егерде азайғыштың бірлігі үлкен болса азайтқыштан. Демек 5 пен 2-нің айырмасы 3, 20 мен 3-тің қосындысы 23-ге тең екен. Дәл осы тәсілменен екінші бағанды, үшінші бағанды шығарады. Мен қазір енді 4-ші бағанды көрсететін болам. Өйткені бұл жерде шамалдары арқылы амалдарды орындау. 1 дециметр 4 сантиметрге қосамыз 5 сантиметрді. Демек бұл жерде 1 дециметр 4 сантиметр. Біз 5 сантиметрді 1 дециметрге қоса алмаймыз. Мысалы 6 дециметр деген сияқты. Бала білу керек, тек өлшемдері бірдейлерді ғана біз қосу амалын орындай аламыз, немесе азайту амалын. Демек сантиметр мен сантиметрді қосамыз. 1 дециметр 4 сантиметр қосамыз 5 сантиметрді. Сантиметр менен сантиметрді қосамыз, сол себептен дециметрдің өзі сақталады. Егерде 5 пен сантиметрлері 10-нан аспайтын болса, демек дециметр сол күйде. 1 дециметр 4 сантиметр мен 5 сантиметр, демек 9 сантиметр болады. Келесі мысалда азайту амалы. 9 дециметр 7 сантиметрден азайтамыз 5 сантиметрді. 9 дециметр 7 сантиметрден азайтамыз 5 сантиметрді. Дәл жаңағындай сантиметрден сантиметрді азайтамыз, дециметрді сол күйінде жазады екенбіз. 9 дециметр 7 сантиметр 5 сантиметр айырмасы 2 сантиметрге тең болады. 9 дециметр 2 сантиметрге тең болады деп көрсетеміз. Жаңағы тәсіл бойынша біз 1 дециметр 4 сантиметрге 5 сантиметрді қалай қосу керекін тәсілін көрсеттім. Ол кезде сантиметрге сантиметрді қоса салдық. 4 сантиметр мен 5 сантиметр 9 сантиметр болды. Сол себептен 1 дециметр 9 сантиметр деп жаза аламыз. Ал егерде 4 сантиметрдің орнына айталық 8 сантиметр 9 сантиметр болатын болса, айталық 9 сантиметр болатын болса, 1 дециметр 9 сантиметр мен 5 сантиметрдің қосындысы 14 сантиметр. 1 дециметр 14 сантиметр деп жаза алмаймыз. Сол тәсілде де балаға біз бір үйретіп қоюымыз керек, алдағы уақытта бала қателік жасамас үшін. Мысалы айталық 1 дециметр 9 сантиметр болатын болса, біз қосуымыз керек айталық 6 сантиметрді.
Ол кезде жаңағы айтып өткендей сантиметр мен сантиметрді қосамыз, ол міндетті түрде. Бірақ 9 сантиметр мен 6 сантиметрдің қосындысы 15 сантиметр болады. 15 сантиметр дегеніміз ол 1 дециметр 5 сантиметр деген сөз. 1 дециметр 5 сантиметр деген сөз. Демек, 1 дециметр ол дециметрге қосылады. Сонда шығады 2 дециметр 5 сантиметр. Дәл осы тәсілді ауызша қосқан балаға кішкене қиындау түйеді. Сол себептен өлшем бірліктерді түрлендіріп 1 дециметр 9 сантиметрде 19 сантиметр бар, 19 сантиметр қосамыз 6 сантиметрді 25 сантиметр, яғни ол 2 дециметр 5 сантиметр деп қайта-қайта түрлендіріп балаға ұзақ жолды көрсетудің қажет жоқ. Жай ғана баған түрінде жасасақ та болады. Мысалы, айталық 2 дециметр 8 сантиметрге қосайық баған түрінде. Айталық 1 дециметр 7 сантиметрді болсын. Бірақ міндетті түрде бала баған түрінде жазғанның өзінде де сантиметрге сантиметрдің, дециметрдің аса дециметрді жазу керек. Дәл сандарды баған түрінде қосу тәсілі кезінде бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондықты жазу тәсілі сияқты дәл сондай шамалардың әрқайсының өзінің астына солай жазу керек. Сантиметрге сантиметр, дециметрге дециметр. Енді ары қарай кеттік. 8 сантиметр мен 8 бен 7-нің қосындысы 15 сантиметр. 15 сантиметр. Жаңағы айтып өткендей 15 сантиметр, 1 дециметр 5 сантиметр. Демек 5-ті жазамыз, ал 1 дециметр бізде ойымызда тұрады. Демек, 2 мен 1-дің қосындысы 3, ойдағы 1 дециметр менен 4 дециметрге сәйкес келеді екен. Демек, біз өлшем бірліктерді 2 дециметр 8 сантиметр, 28 сантиметр, 1 дециметр 7 сантиметр, 17 сантиметр деп оларды сантиметрге түрлендіріп қосып, қайтадан кері қарай түрлендіріп отырудың қажет жоқ. Сантиметр мен сантиметрді, дециметр мен дециметрді баған түрінде қоса аламыз. Тек қана бала білу керек, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, 10 сантиметр болған кезде, оны біз 1 дециметр деп дециметрге қосып жіберуіміз керек. Демек, біз мына жерде 3 дециметр 15 сантиметр дей алмаймыз. Жаңағы айтып өткенде 15 сантиметрдің ішінде 1 дециметр 5 сантиметр бар. Демек, оннан асқаннан кейін оны біз дециметр, сантиметрге қарай түрлендіруіміз керек. Енді шамаларда, амалдарда қалай қолданамыз? Жаңағы айтып өткенде азайтуды да шамаларды баған түрінде орындауға болады. Егер де 2 дециметр 9 сантиметр емес, 2 дециметр 6-дан кіші сантиметр болатын болса, біз онда сантиметрден сантиметрді, дециметрден дециметрді оңай ала аламыз, және оны бала біледі. Бірақ көп жағдайда осындай кезде жіберілетін қателіктер оқушылардың арасында 9 сантиметрден 6 сантиметрді керісінше қарай орындап қояды. Ол деген сөз балаға кішкене түсіндірулер аздық етіп жатқанды білдіреді. Демек, біз сантиметр мен сантиметрдің астына сантиметр, дециметрдің астына дециметр жазамыз. Енді 6 сантиметрден 9 сантиметрді ала алмаймыз. Демек, біз 5 дециметрдің 1 дециметрін аламыз. 1 дециметр әрине ол 10 сантиметр. Демек, 10 деп жазып көрсетіп қоямыз балаға, бірақ ол 10-ын алмайды, 1 дециметрін ғана алады. 1 дециметрін алып, яғни 10 сантиметрді 6 сантиметрге қосамыз, 16 сантиметрден аламыз 9-ды, демек 7 сантиметр. 1 дециметрін жаңа сантиметрге алып қойғандықтан, бұл жерде 4 дециметр қалды. 4 дециметр мен 2 дециметрдің айырмасы 2 дециметр. Демек, 2 дециметр 7 сантиметр болады екен. Баған түрінде балаларға шамаларды осылай орындауды үйретіп қоятын болсақ, балалар қайта-қайта үлкеннен кішісіне орындап болғаннан кейін керісінше кішіден үлкеніне қарай түрлендіріп отырудың қажет жоқ. Дәл осылай баған түрінде орындай берсе болады.